Сәлем достар, бүгін біздің айтатынымыз қандай телефонды таңдау керек, яғни сатып алғанда телефонды қалай таңдау керек. Міндетті түрде бірінші оның сыртына қараңыздар. Сырты әдемі болу керек, яғни кейін біреуге сатқан кезде ұтымды болады. Және де оның камерасы, алдыңғы камерасы минимум 3 мегапиксельден жоғары болу керек, артқы камерасы 8 мегапиксельден жоғары болу керек. Яғни өйткені кейін бір программаларды жүктегеннен кейін суретке түсіретін программаларды жүктесеңіздер, ол кейін қабылдамай қалуы мүмкін, өйткені қазір технологиялар дамып жатыр, сондықтан олар қабылдамайды. Және де ол өте баяу қуатталатын болған дұрыс, өйткені тез қуатталатын болса, яғни батареясы жарылып кетуі мүмкін. Және оның батареясы міндетті түрде қараңыздар, яғни ешкім оны аңғара бермейді, оның батареясы. Ол батареясы 2240 мега-ампер часовтан үлкен болу керек, яғни одан жоғары қарай болу керек. Оны білмей атсаңыздар, интернеттен қарайсаңыздар, яғни сол телефон сатып алар алдында міндетті түрде интернет атын жазып, характер деген тұрады, соны бастаңыздар, сода жазылып тұрады. Және ол батареясы қай жерде екенін білгіңіз келсе, артқы крышкасын ассаңыздар, жазылып тұрады МАХ деп, алдында сандар тұрады. Солар, яғни алдында көп дегенде 2000-нан жоғары болу қажет. Және де ол телефон өте жіңішке болуы міндетті түрде қараңыз. Және телефон алғанда телефонның процессоріне де қараңыздар, өйткені сіздің телефоныңыз процессорсыз әшейін кірпіш болып қалады. Ал процессормен болған ұялы телефон міндетті түрде өте қатты жұмыс істейді, және камерасы өте анық түсіретін болады, және батарея өте аз жұмсалады, яғни ұзаққа сақталатын болады. Және ойын ойнағанда да телефон қатып қалып жатпайды, өйткені ол процессор сіздің ұялы телефоныңыздың жұмыс істеуін қадағалап отырады. Яғни бір сәтте бірнеше программа қоссаңыз, сол процессордың көмегімен ол анық дұрыс жұмыс істейді. Тіпті видео монтаж жасағанда ұялы телефоныңыз қатқамайды, яғни кейбір ұялы телефонда монтаж жасап жатсаңыз өте баяу жұмыс істейді, ал кейбіреуінде өте жылдам, өйткені ол процессорының қуаттылығына байланысты. Ал процессорын білмей жатсаңыз, жаңағыдай телефоныңызды алыңыз, атын интернетке жазып, характерісіне кіріңіз, сол жерде жазылып тұрады. Сатушылар мысалы кейбір телефондарда өте баға аз болады, ал кейбіреуі қымбат болады. Оның барлығы ол процессорге байланысты. Тіпті оның жады неғұрлым көп болса, оның процессор болмаса, ол телефонға алмаған дұрыс, өйткені ол телефон қатып қалып, кейін сізге мүлдем қажеті болмай қалады, және ол сізге көптеген қателіктер туғызады, қатып қалып жатады, тіпті ұстаудың қажеті де болмайды. Және де ұялы телефонның дисплей, яғни экраны 4:5-тен жоғары болған дұрыс. Яғни iPhone 6-дің экранындай болған дұрыс, немесе LG-дікіндей болған дұрыс. Және де ұялы телефонның батырмасы, яғни ортада Home деген батырма болады. Кейбір Samsung-терге, яғни авто емес, механикалық, яғни басатын, ал кейбіреулерінде виртуалды болады, яғни LG-дікіндей. Мен негізінен LG-дікіндей болған дұрыс деймін. Ал егер сіз ойын ойнайтын адам болсаңыз, онда Samsung-дікіндей болған дұрыс, өйткені кейін ойында ойнап жатқанда тез шығып кете аласыз. Және де экранның яғни бұрыштары телефонға тақалып тұрмаған дұрыс, өйткені кейін ұстағанда сенсорный панельдері басып кетеді. Және ұялы телефон міндетті түрде 4G интернет болғаны дұрыс, және жады, яғни 5 гигадан жоғары болған дұрыс. Егер сіз ойын ойнайтын болсаңыз, онда 10 гигадан жоғары дұрыс болған, өйткені кейбір ойындар қазіргі таңда 100 мегабайттан жоғары болып жатыр, және де рамы 1 гигадан жоғары болған дұрыс, яғни ол телефонның бірнеше программаны қатарынан жұмыс істегенде қажет болады. Және де ол колонка астында болған дұрыс, яғни жаратпайтын жерінде, өйткені ол сізге дыбысты анық қылып жібереді. Және де каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, және міндетті түрде жазылыңыздар.